Қарға мен түлкі. Ахмет Байтұрсынұлы. Бір түйір ірімшікті тауып алып, ағашқа қарға қонды ұшып барып. Тоқ санап ірімшікті көңіліне жей қоймай отыр еді ойға қалып. Қашаннан белгілі аңқау ала қарға, нәсіпке бұйырмаған шара бар ма? Шығатын шығасыға болып себеп, ағашты түлкі залым аралар ма? Тістеген ірімшігін түлкі көріп, аяғын ептеп басып жақын келіп. Ух, деді, көретінде күн бар екен, жүрушем сырттан асық болып өліп, тамаша қарағанға түрін қандай, мұнау көз, мұнау мойын, мұрын қандай, гауһардай қанаттарың жарқырайды, келісті қалай біткен және маңдай, көркемдік сипатыңнан табылғанда, даусыңда болса керек шырын балдай. Көптен ақ дыбысыңды естісем де, болған соң келе алмадым жерім шалғай, сені іздеп келіп тұрмын алыс жерден, сұлу деп мақтаған соң әркім көрген, халық айтса қалып айтпайды деген рас, арман жоқ жанда сені көріп өлген, көркіңді бітір алман жазып хатқа, я сөйлеп жеткіз алман айтып жатқа, мен қайран неғып патша қоймаған деп, даусыңда сипатыңдай болған шақта, нұрыңды күн секілді көріп тұрмын, шыдамай бойым балқып еріп тұрмын. Даусыңды тым болмаса бір шығаршы, естуге құмар болып өліп тұрмын. Мәз болып мақтағанға масаттанып, қайтпасын деп ойлады сағысынып, алыстан арып ашып іздеп келген, байғұстың кетсін деді көңілі тынып. Өтірік мақтағанға қарға еріп, қарқ етті пәрменінше жағын керіп, ірімшік қарқ еткенде жерге түсіп, жеп алып түлкі кетті жортып желіп. Қарасақ көп адамдар түлкі боп жүр, залымдық өтірікпе мүлкі боп жүр, солардың сұмдығына түсінбеген, қарғадай жұртқа мазақ күлкі боп жүр. Жұрт едік аңқа өскен қазақ болып, далада кең сахара көшіп қонып, алдаған залымдардың тілін еріп, жүрмесек жарар еді мазақ